Облыстық және республикалық маңызы бар автожолдарда қауіпсіздікті бақылау заманауи технологиялардың көмегімен күшейтілген. Патрульдік полиция ротасы жол қозғалысын қадағалауда цифрлық жүйелер мен жаңа буын құрылғыларын тиімді қолдануда. Қоғамдық тәртіпті сақтауға бағытталған бұл технологиялардың мүмкіндігі қандай? Толығырақ келесі бейнематериалда. Республикалық тас жолда қауіпсіздікті бақылау жаңа деңгейге шықты. Қазір менің қолымда дронды басқару пульті. Bir қарағанда қарапайым ойын құрылғысы секілді көрінгенімен, бұл заманауи құрал арқылы әуеден барлығы анық көрінеді. Тіпті кім белдік тақпады, қарсы жолаққа шыққан және телефонға алаңдап келе жатқан жүргізушінің де анықтайды. Тәртіп сақшылары жол қауіпсіздігін әуеден де, жерден де заманауи цифрлық жүйелер арқылы бақылауда ұстайды. Дрондар жол қозғалысын жоғарыдан қадағаласа, кибершериф пен екен патруль құрылғылары жол бойындағы құқық бұзушылықтарды анықтайды. Қызметтік көлікке орнатылған 5 камера жан-жақты бақылау жүргізіп, заң бұзушылықтарды автоматты түрде тіркейді. Сонымен қатар, алдыңғы және артқы камералар жылдамдық режимін бұзған көліктерді анықтайды. Патрульдік полиция ротасында қазіргі таңда заманауи құрылғылармен жабдықталған. Оның ішінде атап айтқанда кибершериф, екен патруль, Oracle жасырын құрылғысы және әуеден бақылау дрон құрылғысымен жабдықталған. Яғни осы аталған құрылғылардың көмегімен апаттылығы жоғары деңгей жол учаскелерінде қызмет атқарылады. Осы құрылғылардың көмегі арқылы қазіргі таңда жол көлік оқиғасы едәуір төмендеген. Сондай-ақ жолда Oracle автоматты жүйесімен жабдықталған жасырын патрульдік көліктер қызмет етеді. Бұл жүйе жол қозғалысы ережесін бұзған бірнеше көлікті бір уақытта анықтап, құқық бұзушылықтарды автоматты түрде тіркеуге мүмкіндік береді. Осы республикалық және облыстық маңыздағы тас жолдарда жылдамдықты шамадан асырған жағдайда осы Oracle Insight құрылғысы арқылы жасырын патрульдеу, яғни жасырын патрульдеу дегеніміз арнайы айырым белгісіз, жарқылдауық маексіз қызметтік көліктер. Бұлар лезде анықтайды. Мысалы, қарама-қарсы бағытта келе жатқан автокөліктің жылдамдығын және де міне қасымыздан өтіп бара жатқан бағыттағы автокөліктердің де жылдамдығын анықтай алады. Бір мезгілде бірнеше құқық бұзушылық тіркеп, деректер базасына енгізе алады. Тәртіп сақшыларының айтуынша басты мақсат айыппұл салу емес, ең алдымен жол қозғалысы қауіпсіздігін сақтау. Себебі әрбір жол ережесі адам өмірі мен қауіпсіздігі үшін маңызды дейді мамандар. Абзал Айхат, Амангелді Тұрахмет, Маңғыстау ақпарат.